Мұғалім төменгі сынып оқушыларынан өзінің бойының ұзындығын метрмен сұрап, сауалнама жүргізді дейді. Таңдалған баланың айтқан оның бойының ұзындығы ашық үзілісті кездейсоқ шамасымен модельденуі мүмкін. Және оның ықтималдық үлестірім тығыздық функциясы келесідей берілген. Қысқасы, 0 мен 2 метр арасы оны биіктік деген сөз, 0-ден кіші бола алмайды, 2 метрден артық бола алмайды. Енді бізге кіші бірді тап дейді. Енді бұл жерде ықтималдық табуымыз керек сразу, А пунктін шығарайық сразу. 1 тең ықтималдығын табу үшін бізге немене керек еді? 0-ден 1-ге дейін берілген функция. 16-тан 3-ті шығарып жіберейік, көбейту. 4h-тікі 2h квадрат па? 2h Квадрат минус мынанікі x куб бөлген h куб бөлінген 3. 0-ден 1-ге дейін тең, сол кезде 16-тан 3-іміз тұра берсін, көбейтілген. 1-ді қойсақ не болады? 1-ді қойсақ 0 осы 0 болады, енді 1-ді қойсақ 2 азайту 3-тен 1. 2 азайту 3-тен 1. 16-тан 3 көбейтілген неше? 3-тен 5 па? 1-тен 3-тен 2 яштен 5. Номинал кетті, 16-тан 5 екен. 16-тан 5-ті бөлші, мұна 2 1 ма? 0,3125 екен. Демек, басқаша айтқан кезде 31% оқушы ойлайды, что мұғалімнің бойы 1 метрден кішкентай деп. Бұл жерде mx дегеніміз, mh дегеніміз ол интеграл астында h-ті және көбейтеміз ғой функцияға, fh-ға. fh дегеніміз 16-тан 3 4h минус h квадрат. Даш. Осыны 1,5 екен көрсетеді. Енді бұл жердегі неміз бар ғой. Мәндерін қоямыз. Кәдімгі 0 мен 2-ге дейін аралықты. Тең есептейміз. Сол кезде мынауымыз 10-нан 16 болды ма? 10-нан 16-тан 3-іміз тұра берсін. Арада 4h куб болды. h квадрат минус h куб. Даш. Ал давайте енді осында интегралдайық. 16-тан 3-ім тұра берсін. Көбейтілген мынаға шығады. Мынаға шығады? 4h куб бөлінген 3. 4h куб бөлінген 3. Азайтылған мынау 4 бөлінген 4. Көбейтілген 2-ні қойайық. 2-нің кубы 8, 8 4 көсек 32. 32 бөлінген 3. Азайтылған нараға болсақ 4 дәрежесі 16, 16 4 көсек 4. Сол кезде есептейік. 16-тан 3 көбейтілген 3. Жөн нарда 3. 32-ден 12-ні алсақ 20 ма? 32-ден 12-ні алсақ 20. Сол 3 пен 3 қысқарсын. Сол кезде 20 бөлінген 5-ке 4-ке қысқарсақ, нара 5, нара 4. Ол дегеніміз 1,25. Міне бізге осының 1,25 екенін көрсетті. Көрсеттік. Тамаша. Ары қарай. Бірақ басқа мұғалім кездейсоқ таңдалған баланың айтқаны x үзіліссіз кездейсоқ шамасы модельденуі мүмкін, және оның ықтималдық үлестірім тығыздық функциясы келесідей болған. Қысқасы, келесіде k-ның 4-тен 1 болатынын көрсетіңіз дейді. Енді k-ның 4-тен 1 болатынын көрсету үшін біз ықтималдықты есептейміз, в любом случае. Демек, бірінші v деген пунктін шығарар болсақ, бізде уже p x-ім кіші бірден дей саламыз ба сразу? 0,2? 0 мен 2-нің арасы ғой, пока что. Осы орада k-ны табуымыз керек. Енді бұны бүйтіп те шығару болушы еді, тең бірге деп па? 1-ге деп шығара саламыз. 0-ден 2-ге дейін kx куб dx тең бізде толық ықтималдығы мынардан мынаға дейін. Қысқасы бізге 1-ге тең болу керек, мынау 1-ге тең, мынаның ықтималдығы. Сол 1-ге теңестірдік міне. 1-ге теңестірдік. Нүкте қойсақ болады. Сол кезде k x 4 дәрежелі бөлінген 4 па?
0-ден 2-ге дейін 1. 0-ді қойсақ 0 болады, енді жоғары шекті ғана қойсақ. К 16, я? К тең 16-тан 1. 16-тан 1. 1-ді 16-ға бөлш, науша ма? 14-тен 1. 16 бөлген 4. Нарда 16 бөлінген 4-і бар екен ғой. 4-тен 1 болады екен. 4-тен 1 болады. 4-тен 1 дегеніміз 4-тен 1 екенін көрсетеді, міне шықты. Енді x кіші 1-ден деген ықтималды табу керек. X кіші 1-ден. X кіші 1-ден деген 0-ден 1-ге дейін деген сөз ғой. Осы не? К демейміз, енді 4-тен 1 x куб dx деп шығарамыз, е? Енді 4-тен 1-іміз шығып кетсін. Мынау не болады? X-ні 4 дәрес бөлінген 4 тағы да, е? 0-ден 1-ге дейін. Так, 16-тан 1. 16-тан 1 ғана екен. Міне, басқаша айтқан кезде, примерно 6% оқушы, на екінші сыныпта, 6% оқушы мұғалімдерінің бойы 1 метрден кішкентай деп ойлайды екен. Значит, кішкентай класстың балалары ғой, қысқасы. 6% оқушы ойлайды, что мұғалімнің бойы 1 метрден кішкентай. Сол метрді елестету қиын болып тұр ма? Дальше, енді mx-ті тап дейді. mx математикалық күтіме жаңағыдай. Бұл енді x-тің математикалық жаңағы секілді. X көбейтілген 4-тен 1 x куб dx. 0 мен 2-ның арасында болады баланс математикалық күтімді. Тамам, сол кезде 4-тен 1-іміз тұра берсін, анауымыз не болады? X-ның 4 дәрежесі. Жоқ, мынада бізде үшеу ғой. Үш 4-ті 5 дәрежелі бөлінген 5 қой. Шығарғанда, 0-ден 2-ге дейін. Сол кезде 20-дан 2-ның 5 дәрежесі қанша? 32. 4-ге қысқартып жесек 8 бөлінген 5. Ол деген сөз 1-де 6 ғой ме? 1-де 6. Яғни математика. Басқаша айтқан кезде в среднем оғысының бойы 1-де 6 метр деген сөз ғой, қысқасы. MX-ің примерно идеясын оқытыңыздар, есеп не? Бағанағыда. В среднем оғысының бойы 1-де 6. Енді Е деген пунктінде өз есептеулеріңіздің А, Б, Г пункттері бойынша қолданып, H немесе X кездейсоқ шамаларының қайсы осы жағдай үшін қолайлы болатындығына дәлел келтіріңіз дейді. Қараңыздаршы, енді жаңа А пунктінде айттық. О жақта 31% оқушылар мұғалімдерінің бойы 1-ден кіші деп ойлайды. Мынада 6% оқушылар мұғалімдерінің бойы 1-ден кіші деп ойлайды. А бұнда мұғалімнің бойы қанша болып тұр? Средний 1-де 6 болып тұр. Мынада қанша болды средний мұғалімнің бойы? 1-де 25. Енді қарап айтыңыздаршы, қайсы қолайлы модель? Екіншісі, демек, екінші модель. Түсінікті ғой идеясы.